Қайырлы күн, құрметті серіктестер. Менің есімім Шұғыла Мейрамбекқызы, Дарын Distribution HR менеджері болып табыламын. Бүгін біз сіздермен сату бөліміне жұмыскерлерді қалай қабылдаймыз, сату мамандары туралы әңгімелесетін боламыз. Бірінші кезекте бұл видеонұсқаулық 4 бөлімнен тұратынын айтқым келеді. Бірінші бөлім бұл команданы қалай жасақтаймыз, сату менеджерлерін қайдан табамыз деген сұраққа жауап береміз. Екінші бөлімде біз рекрутинг каналдары туралы айтатын боламыз. Үшінші бөлім бұл командаға келген әр сату менеджерінің адаптация кезеңі туралы айтылатын бөлім. Төртінші бөлімде біз команданың корпоративтік мәдениеті, командамен жұмыс туралы ақпараттар береміз. Бірінші бөлім бойынша бізге сату менеджерлері қайдан келеді? Сату менеджерлерінің 80-90% қазіргі таңда университеттің студенттерінен келеді. Кез келген жастағы әр азамат сату бөліміне жұмысқа тұра алады. Сату менеджерлерін көп жағдайда тәжірибесіз келуі мүмкін. Яғни тәжірибені обучениеде сіздер өздеріңіз жасайсыздар. Сондықтан рекрутинг каналдарына тоқталатын болсам, бірінші кезекте бұл ең эффективті рекрутинг Instagram арқылы, яғни таргет арқылы жіберіледі. Біздің командаға қосылған сату менеджерлерінің 80% ол инста-таргет арқылы келген қыз-жігіттер. Екінші рекрутинг каналы бұл бізде сарафанное радио, яғни таныстар арқылы, немесе WhatsApp рассылка арқылы жіберілген ақпараттардан естіп келген қыз-жігіттер. Үшінші кезеңде бұл университеттермен байланыс орнату. Көп аймақтарда, әсіресе Алматыдан бөлек қалаларда университеттерге барып, сол жердегі студенттерді жұмысқа шақыру, бұл да жұмысқа тиімді адамдарды жинақтаудың бір тәсілі болып табылады. Университеттер арқылы байланысқа шығу және университеттегі студенттерге хабарландыру жіберу арқылы да біз өзіміздің командамызға мықты сату менеджерлерін тарта аламыз. Және келесі кезең ол таныстарыңызға хабарлама жіберу арқылы да сіз өзіңіздің командаңызға сату менеджерлерін таба аласыз. Ал HeadHunter көп жағдайда Алматы қаласы үшін тиімсіз болды. Себебі HeadHunter'дан келген сату менеджерлеріне үміткерлердің көпшілігі дерлік жұмыста тұрақты болып қалмады. Келесі кезең біз командаға сату менеджерлерін жинақтадық. Енді олардың командада, ортада адаптациядан өту кезеңі. Алғашқы стажировка кезінде сату менеджеріне үміткерлікке келген кандидаттар ешқашан бос болып отырмауы қажет. Алғашқы командаға келген сату менеджерлеріне міндетті түрде холдинг туралы фильмді, яғни компаниямыздың деректі фильмін көрсетіп шығуларыңызды сұраймыз. Одан кейінгі кезеңде командада міндетті түрде командалық ойындар, бос уақыттарында ойнатуға болады. Келесі бөлім бізде команданың корпоративтік мәдениеті, яғни корпоративная культура деп аталады. Бұл кезеңде не туралы айтамыз? Бірінші кезекте командамен қалай жұмыс жасаймыз? Командамыз жұмыс күнін қалай бастау керек? Бізде жұмыс күні міндетті түрде таңғы стендаптан, таңғы жаттығудан басталады. Яғни таңғы жаттығу бұл бүгінгі күннің көңіл күйін көтеретін, біздің сату менеджерлеріне күшті жігер беретін, настрой беретін жақсы бір кезең. Осы кезде сіздер өзара проблемалардың шешімдерін өзара талқылай аласыздар. Біздің компанияның құндылықтарына негізделген, яғни адалдық, сенім, құрмет, даму және нәтиже бойынша жұмыс жасайтын болсақ, онда жұмыстарыңыз нәтижелі, жемісті болатыны анық. Енді мен сіздерге командамен бірге өсіп дамуға, сатылымға байланысты жаңа идеялар, жаңа фишкалар табуға көмектесетін бірнеше кітаптар мен фильмдерді ұсынғым келеді. Бірінші кезекте командамен оқуға тиісті деп ұсынатын топ 3 кітапты атаймын. Біріншісі бұл бізде скрипт продаж кітабы. Екінші кітабымыз бұл 45 татуировок продавана кітабы, авторы Максим Батыров. Ал үшінші кітап 5 пороков команды. Яғни бұл кітап арқылы сіздер командалық құндылықтарды,
команданың ортақ мақсатта болуы туралы көп жақсы мәліметтер ала аласыздар. Одан бөлек сату бөлім басшысы, сату бөлімінің көшбасшысы оқуға тиіс келесі топ 3 кітапты ұсынғым келеді. Біріншісі бұл Константин Бакштың «Построение отдел продаж с нуля до максимальных результатов» кітабы. Екінші кітап «Идеальный руководитель». Үшінші кітап «Как работает Google» кітабы. «Как работает Google» кітабы бойынша біздің компанияның толық қызметкерлері оқып, өздерінің идеясын ұсынған болатын. Сол арқылы біздің компанияның дамуына әсер ететін бірнеше өте жақсы идеялар пайда болды. Сонымен қатар, құрметті серіктестер, әріптестер, сіздерге командамен бірге көруге ұсынылатын топ 3 фильмді ұсынғым келеді. Біріншісі бұл «Легенда номер 17». Бұл фильм арқылы сіз командалық рухты оята аласыз. Және бұл фильмді көргеннен кейін әр сату менеджерінде команда үшін жұмыс жасауға деген ниет пайда болатыны анық. Екінші фильм «Продавец года» Рокет Синг деп аталады. Яғни біздің сату саласы бойынша өте жақсы мотивациялық фильм деп айтуға келеді. Үшінші фильм бұл Макдональдстың негізін қалаушы туралы «Основатель» фильмі. Құрметті әріптестер, бүгінгі сіздерге арналған қысқаша видео нұсқаулығымыз осымен тәмам. Әрбіріңізге мықты командаларыңызға керемет күш-жігер және көп сатылым тілейміз. Іске сәт!